Бұл дүние о дүниенің айнасы дедік қой. Сондықтан дағы перілік қарапайым перілердің және қарапайым аруақтардың әлемі Жанар ханым сол жерде сөйлегенде енді жалпы ол кісінің ішкі дүниесінің бәрінде эзотерика, сосын жаңағы индо-восточное учение, скритизм, демонология, рисология, инкарнация деген көптеген жаңағы былық әлемдердің ішінде жүрген адам, бірақ жүрегі таза, киелі рух ол кісімен жалғанған кейіннен әрине. Ол кісімен жалғанғанда енді ол кісіге жалғанбаған жаңағы бір әйел арқылы басқа тілде сөйледі дейді ғой, сол секілді. Оны солай түсінеміз. Ендігі жерде мен текстің бәрін тікелей көрейін сіздерге, етіп тәржімалап, тәпсірлеп деген секілді. Мұқият болыңыздар. Өйткені бұл өте бір дегенде ешкім түсіне алмайтын әлем, қиын. Бірақ жаңағындай ішкі дүниесі таза адамға аса қиын да болмайды. Жалпы алғанда мен бұл жаратқанның жолдауы деген тақырыбын тікелей жіліктеп мүшелеп тұрып сіздерге берейін деп отырмын. Қазақтың салтымен, мүшесімен деген секілді. Ал кеттік онда. Бөлшегімсіңдер бәрің дейді да. Жалпы қате. Неге? Өйткені бұның бәрін түсіну үшін жалпы ұғымды білу керек та. Жалпы ұғымды білу үшін руханият әлемі, Алланың әлемінде жаңағындай жалпы тұрақталған барлық кітаптерде жазылған ұғымдар бар да. Енді ол ұғымдарды, діндерді бөліп алған адамдар білмейді. Өйткені бөлшектеп алғанда әркім өзіндегісіне мәзді. Ал солардың барлығы бір-ақ дін негізі. Сосын кітаптардың де барлығы бір-ақ кітап. Лаухул махфуз дейді. Міне сондықтан дағы мен сендерге ең бірінші соның жаңағы нақтылы ұғымдарын бергім келіп отыр да. Анау жолдаудың текстіне көшпесін солай жеңілдеу болатын шығар. Онда кеттік, былай болсын. Міне мен сіздерге айтайын қазір, мұқият болыңыздар. Жалпы Құдай біздің деңгейіміз жететін жеріне шейін оны ветхи днями дейді да, ветхи днями. Үлкен кітаптарда, алғашқы түскен жаңағы еврейлерге түскен кітаптар, пайғамбардан түскен кітаптарда, тихотиме. Ветхими днями деген сөз күндер менен көне деген сөз. Ал енді күндер деген Алланың алдында ол, мысалы үшін, Алланың алдындағы бір күн біздің 1000 жылдығымызда. Сонда енді біз өзі 6000 жылға жуық жүрсек осы әлемде. Демек сол 6 күннің ар жағындағы Құдайда оны жаңағындай күндермен көне ветхими днями дейді да. Гуглдан тексерулеріңізге болады, түсінбеген жерлеріңіз.
Мен енді оқи кетейін сендерге. Означает древний, исполненный днями дейді. Однако это всего лишь метафора. Сондықтан, как известно, Бог, будучи творцом видимого и невидимого мира, является тут же в очередь творцом веков. Промышляя о мире, об условном времени, сам он от времени не зависит. Он изменяет времена и даты дейді. Даниэль 2:21. Ендігі жерде осы ветхими днями дегенде түсінбейінше, сіздер ештеңені түсінбейсіздер. Ветхими днями, жаңағы күнінің көзіменен, күндердің күнінің күндерімен қараған кезде, оның мысалы үшін қазіргі бізге беріліп отырған 1001 атауы да жоқ. Ол жалпы абсолют. Кейіннен адам баласына ол жақындап өзінің құдайлығын танытқан кезде 1001 ат, 99 сипат пайда болды да. Аттардың өзі біртіндеп халық тартылған сайын, көбейген сайын, ұлттар көбейген сайын бір-бір атаудан қосылып отырады да, заман өзгерген сайын бір-бір атаудан қосылып отырады. Сондықтан да қатып қалған бір аты жоқ оның. 1001 аты бар, естеріңізде болсын. Ендігі жерде бұл метафора деп отырғаным, жалпы алғанда Алланың әлемін жаратылған әлем мен жасаған әлемге екіге бөлінеді да. Оны айта кетемін сіздерге. Ең бірінші мына аталық ветхими днямиді мен сіздерге түсіндіріп көрейін. Ана кім айтады ғой өзінің бір сөзінде, жаңағы Жанат ханым. Алланы қалай кейіпті көрдім деген кезде, ол бір қария абыздың түрінде көрді. Тұрды дейді. Қасында тәңір тұрды дейді. Сосын олардың үстінен бір көгілдір қуат сол жаратушы болды дейді. Міне осы образды, метафораны мен сіздерге түсіндірейін. Жалпы алғанда метафора дегенді түсіну керек. Ол жаңағындай шулайтын ештеңесі жоқ. Бір шалға теңеп, құдайды анаған тең мынаған. Мысалы, сіздер айтасыздар ғой, мінекейіңіз, бір дейсіздер. Бұл да бір өзінің бір метафораның бір түрі. Құдайдың бірлігін, ол сенің саусағың емес қой, бірлігін білдіріп тұрсыңдар. Сол секілді жаңағы Құдайдың ветхими дняны күнөлік көрумен болады да. Мен жаңағы солай көрдім деп айтты дейді, ана қыздан сұрадым дейді, сен оны қалай көрдің деп. Ендіше Даниил деген пайғамбар болған, оның көптеген көріпкелдігі бар болған. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхими днями. Одеяние на нем было белое, как снег, волосы на голове, чистая, как волна, дейді. Престол его, как пламя огня, дейді. Колесо его, пылающий огонь, дейді. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде енді аллегория да бар, жаңағы метафора да бар. Сонда жаңағы Даниилдің откровениесінде тағы мынандай дейді да, обратился, чтобы увидеть чей голос. Жаңа Даниил деген жаңағы ветхими дняны көргенін Даниил 7:9. Я обратился, чтобы увидеть чей голос, говоривший со мною, и обратившись, я увидел 7 золотых светильников. Посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного подир, и по персиям, опоясанный золотым поясом. Голова его и волосы белые, как волна, как снег, дейді. Откровение, глава 1, 12-14 аятта. Көрдіңіздер ме? Бұл жаңағы адам кейпіне бізге түсінікті болу үшін Даниилге де солай көрініп тұр, жаңағы Жанаттың сұраған кісінен де ол солай көрініп тұр. Көнөлігін, Алланың өзінің аттары шықпастан бұрын көнөлігін көрсетіп тұр да. Ендігі жерде мысалы үшін сондықтандағы мысалы үшін Алла деген ол сол көнөліктің белгісі екенін осы жерде білдіріп тұр да. Демек, көне Құдайдың
күндер мен көне Құдайдың ең алғашқы аты Алла. Ол қазақтар солай. Ел дейді ғой. Қазақ ел деген сөзі бар, қазақ елі деген. Исраил, Құдаймен күресушісі, қазақ елі. Түсіндіңіздер ме? Сол секілді мысал үшін Илах, Аллах, бәрі бір атта. Сондықтан Аллах дегенді етпейміз, бүйтпейміз деген ол қазақтың надандығы да надандығынан болып тұр. Ал ендігі жерде мен сендерге мына айтайын. Осы жер түсінікті болды ма? Осы жер түсінікті болуға тиіс, себебі әрі қарай өте алмаймыз егер осы жер түсініксіз болса. Содан дейді жаңағы Иллах, жаңағы ветхий днями. Енді мен орысша айта берейін. Күндердің күнесімен дегенге қазақ тағы да бірдемені қырт есестен шығарады. Ветхими днями енді адамзатқа тақайды да. Сол кезде ең бірінші не болады? Жоқ нәрседен бар етіп жаратам дейді да. Сондықтан Аллах жаратушы. Жаратушылық деген, енді мен сіздерге түсіндіріп кетейін, ғафу етіңіздер, мына жерде мен ашып алайын. Сол үшін жоқтан бар қылушы да, Аллах тағала Құранда не дейді? Мен дейді, бол деген, әмин деген сөзімді айттым дейді. Байқап тұрсаңыздар, Әмина пайғамбардың аты, шешесінің аты, аналық, то есть. Сөз аналық, значит. Сол кезде ол бола қалды дейді. Сонысын дейді, мен оған рухымды жібердім дейді. Сонда ол тірілікке айналды дейді да. Значит, сөз аналық, рух аталық болып тұр да бұл жерде. Міне, жоқтан бар қылынған. Бұл жаңағы жоқтан бар қылынған әлемде періштелер, жаңағы жындар, аруақтар, барлығы сол әлемде да. Бұл о дүние. Оны жаратушы дейді. Ендігі жерде сол жаратып болғаннан кейін дейді. Енді Құдай жасаған дейді. Жаратқан ем деген аталды ма жаңа жерде Құдай? Енді жасаған деген сипатын алып тұр да. Жасаған деген, то есть жаңағы әке мен шешеден адам дүниеге бала келеді. Әкенің рухыменен шешеден жан беріледі, әкеден рух беріледі. Міне бұл жерде де аталық пен аналық. Біз жараттық сендерді дейтін содан. Сөйткені жаңағы жаратылған әлемде де мысал үшін Алла, оның сөзі, оның рухы жаратты. Алла, сенің анаң, сенің шешең сені жасады. Міне, жаратқан адам менен әлем менен жасаған әлемді осылай түсіну керек. Ендігі жерде бұның бәрі бытие, Библияның бытие деген несінде жазылғанда. Ендігі жерде мен сендерге айта кететін бір мәселе, мұсылмандар сол Құдайдың атына таласып әлек та, ол дұрыс емес. Ол казар мен исламның подходы да. Сонымен енді міне жаратылған әлем жаратылды. Адам ата пайда болды. Оған жаңағындай періштелер, барлығы рухани әлем пайда болды. Енді жасаған әлемге тоқталсақ, Аллах дейді, әлем сақ деген неде. Ал Аллах айтады, адамның нәсілін беліндегі ұрпақтарын шығарып алып, олардан өздеріне куәлік ету талап етті дейді. Мен сендердің тәңірің емеспін ба дейді да. Сонда барлығы бір ауыздан, әлбетте біз бұған куәлік етеміз деп жауап берді. Сонда Алла айтады, біз мұны қиямет күні арасында да біз бұдан бейхабар емедік деп сылтауратпауларың үшін осылай істелік дейді да. Демек, Аллахтың жаңағы ол Библияда солай жазылған негізі. Айтады еврей халқына дегенде. Кім Иллах или Аллахимді Құдай деп қабылдаса, мен соның тәңірі болам дейді. То есть Аллах
бар әлемнің жақсының да жаманның да общий құдайы да ол ветхий динамидің алғашқы аты. Ендігі жерде кім осы құдайдың айтқанына бәріне бағынып, оған қабылдап, толық оны жаңағы аталық деп тана болса, өзін жаратылған әлемдегі, соның дейді, мен тәңірі болам дейді, то есть иесі болам дейді. Міне осы жерде түсінікті болып кетсін айтайын мен сіздерге. Аллах әлі қаһарлы, әлі мейірімді. Ал тәңір тек қана мейірімді. Неге? Өйткені ол игі жақсылардың таңдаулы құдайы болып шығып тұр да. Сол Алла айтып тұр: кім мені мойындаса, маған бағынса, мен соның тәңірі болам. То есть Алланың подходы өзгереді да. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан дағы ол сол кезде ол тәңірлік деген атқа ие болады. Міне, сондықтан дағы бір кездерде мен сенен сұраймын деп тұр ғой. Сол кезде ескертпе демеңдер деп тұр ғой. Міне сол ақырғы заманның соңғы күндері қазір келіп отыр. Демек, осы уақытқа шейін Алла, Алла деп келген, жақсының да жаманы құдай болған Алланы біз жеке таңдап, анау алтын ғасыр қойды үшін оның құдайды ем деп танып, тәңір деген атты алдық. Аллах, сен менің тәңірімсің деулерің керек та. Түсініңіздер ме осы жерін? Міне Аллах деген аттың, тәңір деген аттың қалай? Жер бетінде қаншама адамзат бар, ұлт бар, соның бәрінде өздерінің құдайдың аты бар да, сондықтан да ол мың бір ат, қайталап айтамын мен сендерге. Ал енді мен сендерге осы қазаққа тиесін нәрсені ғана айтып отырмын. Сендердің таласатын нәрселерің Алла менен тек тәңірдің ортасында болып тұр да. Енді оған келіп жаратушы қосылып тұр. Соңғы жерде сендер жаңағы кім жарайды, оған кіріп тоқталармыз. Ендігі жерде хақ деген бар да, хақ. Мұса пайғамбарға келгенде айтқан ғой: мен сенің құдайыңмын деген кезде, солай айтып баранларға деген кезде, олар кім ол қайдан келген деп сұрайды ғой менен дейді да. Енді орысшасын оқып берейін мен сіздерге. Міне Исход 3:13-14 сказано: и сказал Моисей Богу: вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов наших послал меня к вам. Они скажут: как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал: я есть сущий. Хақ. Мен Алламын. Күнеден келе жатқан сендердің құдайларыңмын. Және мені Аллахың кім ол дейсін болса, хақ деп айт дейді. Қараңыздар ма? Міне сіздерге Аллах деген ат, тәңір деген ат, хақ деген ат. Ендігі жерде жаратушыны ол бірден ата кетейін, ол киелі рух. Бағана айттым ғой сіздерге. Аллах сөзін айтты, бол деді. Сол кезде адам ата бола қалды. Рухын айтты, кір деді, үр деді. Міне сіздерге. Сонда жаратушы деген атқа Аллах, сөз және рух кіріп тұр да. Сөз де жаратып тұр. Рух та қоған қатысып тұр. Сондықтан дағы жаңағы журналистің мен кіммін деп тұрғаны, жаратушымын деп тұрғаны, ол киелі рухта. Ол өзі солай да. Ендігі жерде мен алдағы өтіп кетпес үшін, давайте қайтадан жаңағы неге келейік. Мысал үшін мынаны қараңыздар. Қазір өзі жаратушыға жолдауын талқылаған кезде рет-ретімен сіздерге түсінікті болады. Мен сіздерге жалпы жаңағы түсінікті беріп алдым. Ендігі жерде таласпаңыздар. Бөлшегімсің бәрің дейді. Қараңыздар. Олай болатын болса, Құдайдың бөлшегі ешкім бола алмайды. Және Алла цельный, ол бөлінбейді. Аллада бөлінді жоқ. Демек, бұл жерде жаратушы деген үш болмыс бар ғой. Алла, сөзі, рухы. Міне, рухы да жаратушы атына ие де бұл жерде. Сондықтан да менің бөлшегімсіңдер дейді. Иә, өйткені Алла айтты ғой, бар деді, жаңағындай кір деді, бөлін деді.
рух өзінің кішкентай бөлшегін сендердің жүректеріңе қойып қойды. Міне жаратушы сендерге. Ендігі жердерде бұлайша айтқанда ықылас сүресі осы жерде дәл келіп тұр да. Туылмаған, туылмаған, дәне ешкімнен ешқандай теңдесі болмаған жалғыз Алла дейді да. Сондықтан ол Тәуреттерде солай жазылған, былай жазылған онда. Сіздер дейді, жаңағы жаратушы статусындағы рухты жүректеріңе кіргізгеннен кейін дейді, оны жанменен табыстырғаннан кейін дейді, түсіндіңдер ма? Сіздер іспетті боласыздар. Құдайдың бөлшегі емес, Құдай іспетті. Жаратушы рухтың бөлшегісіңдер. Ал Құдайдың тек қана ұқсастығы бар сендерде да, ұқсастығы. Сен бөле оған 99 сипатын меңгерсеңдер, сендер де бір Құдайға ұқсап қаласыңдар. Болмасаң да ұқсап бақ деген мәселе осы жерден туындайды да. Ендігі жерлерге сендерге бір нәрсе айтайын дегенім, тумаған, туылмаған дедік қой жаңа, бірақ Құдай бәрін тудырғанда, сол жаңағы сөз арқылы, рух арқылы адам атаны туғызып тұр. Әкең, шешең арқылы сені туғызып тұр. Түсіндіңдер ма? Сонымен мәселені шешіп алдық. Демек, Жанатпенен, журналистерменен жаңағы, оның өзінің қасындағы кісілерменен жолығып жүрген ол киелі рух та. Киелі рух бүкіл рухани, бүкіл осы әлемнің бәріне қатысы бар. Алланың ерекше қуаты. Осы жерде оның несі де бар, айта кетуге болады. Жарайды, тағы да кеттік. Енді рух деген мәселені мен қазір нетсем, тағы да біраз уақыт кетіп қалады. Сондықтан да мен